қызып тұрған майға әуелгі қойдың етін салып қуырып аламыз. Қазанды ашамыз. Етімізге картошка, сәбіз, пияз, көкөністерді дайындап қоямыз. Осы көкөністердің бәрін қуырып, қазанға саламыз. Қазандағы етіміз 15 минуттай бұқтырылып тұрды. Одан кейін біз пияз саламыз, чеснок. Мен осындай ноқат қосамын. Сәбіз, болгар перцін, картошканы, тұз, бұрыштарын дәміне қарай. Және ең соңында зеленді бетіне теуіп турап қоямыз. Қазандағы қуырылған етке біз бірінші ноқатты саламыз. Сосын пиязды саламыз. Содан кейін морковты саламыз. Келесі кезекте соңына қарай картофелімізді мен кубиктап тураймын. Негізі үлкен-үлкен қылып тураған жақсы. Етпен бірге картошкамыз жақсы пісетін болады. Ендігі кезегімізде картофелімізді осылай саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ақырын ғана. Етін бірақ қатты араластырмаймыз, өйткені картоп күйіп кетуі мүмкін. Келесі кезекте мен осындай капустаны аламын. Осы кусогы жетеді деп ойлаймын. Осы кусогын мен алып қоямын. Маған осы кусогы жетеді. Бұны алып, кішкене ұсақтаймыз. Және біз қазанға осылай мен салып тастаймын. Ешқандай араластырмаймын. Жай ғана бетінде, капустамыз бетінде осылай тұрады. Универсальный приправаны сеудім. Және мен кішкене бұрыш септім. Осындай чесноктарды кішкене алып, мен бетіне былай тастаймын. Қазанға бір кружке суды осылай құйып, қазанның қақпағын жауып қоямыз. Кішкене мен тұзы кем болғандықтан мен тұзын септім. Укропымызды дубламамыздың бетіне дайындап қоямыз. Алдын ала турап қоямыз. Укропты бетіне сепкен себепті ол кішкене тамақтың тәбетін ашып, иісі керемет шығып тұрады. Сол үшінде және де бір жуа қосып бетіне тамаққа берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Жолдасыңыз жұмыстан келгенде қуанып, рахметін айтып жейтін болады. Алланың қалауымен тамағымыз дайын болды. Картошкамыз пісіп қалыпты. Енді біз оған келесі кезекте қойымыздың бауырын салып, тағы да бұқтырып, ұнламамызды соңына жеткіземіз. Қозғамаймын, мен осылай бетіне саламын. Қақпағын жауамыз қайтадан. Тағы да 5 минутқа қойып қоямыз. Тамағымыз дайын болды. Енді бисмилла.
кақпақты ашып, ой, қандай күшті керемет иісі деген аңқып тұр. Енді ақырындап тарелкамызды жақындатып, тамағымызды саламыз. Осылай болып суы сорпасымен, соусымен осылай дайындалады. Мен горох қостым, ноқат қостым. Ноқатпенен тамағымыз өте дәмді болады. Дәмді болу үшін осылай көкөністермен бұрышты көп қоспаймыз. Өйткені балалар үйінде тамақтанған соң, балаларға да сорпасымен, соусымен қосып салып беремін. Ол сіздің өзіңіздің талғамыңызға қарай. Сіз егерде ащы қылам десеңіз, сіз ащы бұрыш қосып пісірсеңіз болады. Ал мен тәтті бұрышты қостым. Осылай салып, көкөністерін ішінен араластырып, пияздарын, ноқаттарын, бауырларын бір келкі қылып салып, қонақтарыңызды дәмді аспен қуантсаңыздар болады. Ас болсын. Мен бірақ осы тураған пияздарымды осылай сәндеп үстел бетіне қойып беремін. Әр адам өзінің қалауы бойынша. Мен укропты осылай шашпаймын, тек қана жуанның үстіне ғана қоямын. Сіздерге осындай дубляны жасап көрсеңіздер болады.